Ардақта ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз күнделікті сіздермен тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Қарашаның 2-ші аптасын саудагерлер бас киім сату науқанына арнайды екен. Десе де әр адамның талғамы әртүрлі. Үлкендеріміз жылы қалпақ іздесе, жастар жағы жылуынан гөрі сұлуын іздейді. Бағасы арзан емес, сәнді қалпаққа енді артық ақша жұмсамаймыз. Оны қазір өзіміз жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге көмектесуге келген дизайнер, талантты жан Ақмарал Нұрланбекованы шақырамыз. Ақмарал, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қош келдіңіз, Ақмарал. Рахмет. Ақмарал, бізге көп болды қонаққа келмей кеткелі. Бағдарламамыздың бірінші санында, жағдай бірге таңдаймыздың бірінші жылдарында Ақмарал біраз келіп, бізді қуантып тұратын. Екінші жыл басталғалы уақытыңыз болмай кетті ма? Екінші мезгіл ашылған неткенен кейін бірінші рет келіп отырмын. Біраз уайымдап тұрмын. Қуаныштымыз, сондай әдемісіз. Рахмет. Әрқашанда әдемі жүресіз. Алдымда тұрған бас киімдерді көріп тұрсыздар, иә? Міне, сұр түсі, мынандай қара түсін, мынандай қоңыр түстерді қазір байқап отырсыздар. Осындай бас киімдер қазір сәнде. Өзімде біреуін жаңағыдай шарфын, бас киімін және қолғабын өзім киіп жүрмін, тапсырыс берген болатынмын. Айтайын дегенім, өте сәнді, тонмен де, курткамен де киіп кетуге болады. Оны трансформер бас киім, бұлай қисайтып, және де әдемі қыз бала болғаннан кейін сәл жылтырақтар жабысқан, көзге әдемі көрінеді. Осындай қазір бас киімді өзіміз үйде жасап аламыз, иә? Жасап аламыз. Оны жаңадан сатып алуға болады, әртүрлі шапкалар болады, снуд, шарфтар болады. Былтыр мезгілден қалған шапканы әдемілеп безендіруге болады. Осы жылы жаңадан алмай, тастарды сатып алып, өзіңіз үйде отырып тігіп ала боласыз. Ақмарал, бұл идея қайдан келді? Әрине, сізді жақсы білем жаңағыда, неше түрлі осындай браслеттерді, сырға, сақина, әдемі дүниелерді жасаған жақсы көресіз. Онымен қатар өзіңіз бояндырасыз, шаш үлгісін жасайсыз. Мұна бас киімдерге жылтырақтарды жабыстыру. Негізінде былтыр кішкентай баламен үйде отырған кезде өзім тоқып, өзім сәнді ғып тастарды жабыстырып, сөйтіп сататынмын. Бірақ биыл уақытым жоқ тоқығанға, сол үшін заказ берем. Ресейден келеді, тапсырыстарды аламын, тастарды безендірем. Енді қыз келгеннен кейін қыздарымыз әдемі болсын деп, сөйтіп көрік сыйлап қоясыз, иә? Осындай бас киімдерге тамаша. Бастаймыз ба? Ең бірінші қалай жасаймыз? Неден бастаймыз? Ең бірінші міне бізде... Егер қазір түсінбей қалған жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, біз жұмысты жасай отырып, сұраққа жауап беретін боламыз. Ол үшін 55-37-76 байланыс нөмірім, және де Instagram қазір парақшасына, WhatsApp-қа сұрақ қойсаңыздар болады. Ал Ақмаралдың парақшасын біздің бірге таңдаймыздың арнайы Instagram-нан парақшасынан көре аласыздар. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Енді бастайық. Осындай Сваровский неше түрлі тастар болады, әртүрлі түстерден. Оны ең бірінші шапкамызды бітіп қоямыз. Шарф болсын, мынандай қолғаптар болсын. Ең біріншіден суретіміз түзу, әдемі болу үшін біз мынандай горячий ыстық желім болады. Содан бітіп, ең біріншіден жабыстырып аламыз тастарымызды. Өте әдемі қолғапты көрсетіп тұрсыздар. Осындай қолғаппен және де шарфын әдемі қылып бірге сізге жасап береді. Сондай әдемі көрінеді қыздарға. Тастарымыз түзу болу үшін, қисай кетпес үшін осылай жабыстырып аламыз. Менің ойымша қыз бала болғаннан кейін, міндетті түрде қыз баланы жаңағыдай өзі айнаға қарап, осындай әдемі көйлектерді киіп, жылтырақтарды жабыстырып, сондай өз-өзін сондай бір әдемілікке құштармыз ғой? Әдемілікті жақсы көреміз. Сондықтан тек қана осы шапкаларға емес, көйлектеріңізге жабыстыруға болады, кофточкаларға, мынандай
однотонный дейміз ғой, сондай қара бір түсті кофталарға жабыстыруға болады. Біз ер азаматтан сонысымен ерекшеленеміз. Иә. Біз енді күнделікті міндетті түрде таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасаймыз, ақша да табамыз, жаңағыдай бала тәрбиесі бар, тағысын тағы басқа. Бірақ ерекшеленетініміз осы жаңағы жанымыз, затымыз әйел, өзіміз нәзікпіз, сезімтал, және де әрине қыз бала көйлек кисе сондай жарасып тұрады, иә? Және де тағы бір қызық айтатыным, бас киім осындай дүниелер тағысын тағы басқа, қыз балалар көбінесе көйлек, етек киіп жүру керек екен. Сонда тұрмысқа шыққан қыздар тез жаңадай көтеріп кетуіне жақсы көмектеседі. Ол шын мәнісінде ойын дүние емес, нағыз гинеколог мамандардың айтуы бойынша, нағыз профессор мамандардың зерттеген екен, қыз келіншектер көбінесе көйлек, юбкаларды көп кисе, жаңадай тез босануына жақсы көмектеседі екен. Сондықтан шалбарды көп кимей, неғұрлым көйлек киіп жүріңіз, неғұрлым әдемі етектерді киіп жүріңіз. Ұзын, жаңағыдай тізеден төмен түсіп тұратын көйлектерді көп кигеніңіз дұрыс. Енді біз мен үйреніп алғаннан кейін тез жабыстырып ұстаймын. Мен уже автоматты түрде білемін, қандай суретті салу керек екенін. Сіз үйде қойып, соткаға фотоға түсіріп, сөйтіп қарап тұрып, жабыстыра аласыз. Міне біз бүйтіп ыстық желім арқылы жабыстырып алдық, енді тігеміз. Бірінші жабыстырамыз желімен, сосын сурет дүзу болу үшін, тастары қисайып кетпес үшін тігіп аламыз, жабыстырып аламыз, енді тігеміз. Арнайы осындай қазіргі кезде енді family look деген шығып жатыр ғой, көйлегі, қызы мен анасының көйлегі бірдей. Менің ойымша қызыңызға да осындай бас киім бар, иә. Әдемі осындай жылтырағымен сіздің де жаңадай бас киіміңіз, қолға киетін қолғабыңыз және де осындай шарфыңыз қызыңызбен бірдей болса, ол да тамаша әдемі көрінеді. Көйлекті де тігеміз. Ұсынут, иә, бізде? Иә. Оған да жылтырақтар жабыстырасыздар ма, әлде жабыстырмайсыздар ма? Негізінде жабыстырмаймыз. Комплект заказ берген кезде, осындай шапкамен, міне шапка, қолғабымен, осылай снуд, тапсырыс берген кезде, тек қана шапкасымен қолбағына жабыстырамыз. Міне, егерде сіз енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша тастары аз болсын десеңіз, сәл ғана 3-4 таспен ғана көмкеруге болады. Тек қана мынандай Сваровский емес, басқа да түрлі тастармен жасауға болады. Ал егерде мынандай жылтырақты көп ұнатпайтын жандар болса, біреу ғана, бүйтіп ортадан ғана жабыстырып қойыңыз. Бас киіміңіздің жанына қойып қойыңыз. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе, қыздар? Қайырлы күн. Қайырлы. Алло, үшіп қалды. Апай, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қалайсыз бе? Кереметпіз. Жұмыстарыңыз қалай, жақсы ма? Ой, тамаша. Мен Ақмаралға сұрағым бар еді. Ақмарал тыңдап тұр. Қойған шәпкілер, моншақтар, дизіп атқан моншақтар қаншаға өтеткен? Сатып алғанда. Сатыла ма? Жақсы. Түсінікті. Жұмыстарыңызға сәттілік дейін. Рахмет, апай. Көп рахмет. Қазір бұл моншақтардың бағасын сұрап көрейік, Ақмарал. Сваровскийдің, тастардың. Иә, негізінде мен оптом сатып аламын, көбірек, ол маған арзанға түседі. Бірақ негізінде осындай бір тас. Қанша келеді оптом сатып алғанда? Бір упаковкада тастың размеріне байланысты. Үлкендеу болса, ішінде 22-19 штук болады. Ал кішірекке қарайтын болсақ, 60 штуктан келеді. Бір упаковкасында. Бір упаковкасы 3,5-4 мың болады. 3,5-4 мың теңге. Яғни бір упаковкада кішкентай моншағы 60 штук болады екен. Ал бірнеше шапқаңызға да жетеді, көйлегіңізге де жетеді. Туған тосқандарға. Уги аяқ киім тігем десеңіздер, оған да жетеді. Міне сіздің сұрағыңызға жауап алдыңыз ғой деп ойлаймын. Яғни 2,5-3 мың теңге сол көлемде. Қазіргі кезде анау аяқтағы уги деп айтып жатамыз ғой. Етік, иә? Байпақ сияқты етігіміз бар ғой қазіргі кезде. Тым ең кереметі сол.
сол аяқ киімге де осындай кейде жан-жағына да жылтырақтар жабыстырып қойып жатады. Мынандай қолғапқа да, шарфқа да, көйлегіңізге де, тіпті көрші көлемге, туған туысқанға, бауырларға бәріне жасап қоюға болады екен. Негізі Жаңа жыл биыл келе жатыр, жаңа жылға сыйлық жасасаңыз болады. әр мерекеге, туған күнге сыйлық жасауға болады. Биыл тоқыма қалпақтар негізі сәнде. Оның ішінде оң және теріс тоқылмен тоқылған ірі қалпақ таңдасаңыз, кез келген киіммен үйлеседі. Айта кету керек, мұндай қалпақтар осыдан 20 жыл бұрын сәнде болған екен. Және ең сәнді қалпақтар тізіміне енгізілген көрінеді. Яғни, биыл барлығымыз жаппай тоқылған қалпақтарды, бас киімдерді киетін боламыз. Және де қара түс, қоңыр түс. Сіздер, Ақмарал, көбінесе қандай түстерге тапсырыс бересіз? Көбінесе және тапсырыс берушілер қандай түстерді таңдап жатады? Көбінесе қара мен қоңыр, осындай серыйларды. Сұр түсті, е? Сұр түстерді алып жатады. Көбінесе солар сондай түстерді алып жатады. Яғни көк, пастельный цвета дейміз ғой. қызыл деген түстер. Олар да болады. Көк, жасылдарда неше түрлі болады. Ол бірақ сондай көп емес. Қыздар көбінесе қара түсті жақсы көреді. Тамаша. Яғни тапсырыс түсіп жатады. Күні түні хабарласып жатады. Ұялы телефонға тыныштық жоқ дейсіз ғой. Тыным жоқ. Кеше сіздің Instagram парақшаңыздан жазғаныңызды көрген болатынмын. Яғни күніне 30 шақты, 40 шақты, 50 шақты SMS хаттар, звоноктар түсіп жатады. Бірақ түнгі сағат 2-де, 3-де, 12-11-ден кейін хабарласуға болмайды енді. Өйткені отбасы бар, қандай жұмыс болғанмен адамның өзінің жеке жұмысы бар ғой. Сондықтан осы жерде де осы сәтті пайдалана отырып, түнгі 11-ден кейін, 12-ден кейін хабарласпауыңызды өтінеміз, Ақмарал? Рахмет. Осына Ең бастысы мен ойлаймын, адам тапсырыс беретін болса, нақты көп сұрақты да қоймайды. Қоймайды, Сұрақты да қоймайды. Алатын адам болса, ең бастысы формасына қарайды, қалпақ, қолғап, шарф дейді, ақшасын беріп жібереді де болды сатып алады. Мынандай адамдар да болады. Сіз мені алдап кетпейсіз ба деген, содан кейін мен айтамын. Енді мен алдайтын кісіге ұқсаймын ба деп. Страницамда неше түрлі фотом бар, өзімнің фотоларым бар, жұмыстарым бар. Және бағаңыз енді бір әрі кеткенде бір қымбат емес қой, соншалықты. Сондай қымбатты қолжетімді баға қоямын. Өйткені біздің әр қыздың жағдай келе бермейді. Сол үшін скидка сұрасады, скидка жасап беремін. Алғысы келеді ғой, қыз келіншектер үйде отырғаннан кейін өздерін кигісі келеді. Күйеулерінен тығып алатындар да бар. Әрине, ол да болады анда-санда. Яғни, тапсырыс берем дейтін қазір жандар болса, Ақмаралдың парақшасын көріп тапсырыс берулеріңізге болады. Тек қана Астана қаласы емес, Қазақстанның түпкір-түпкіріне осындай бас киімдер, қолғаптар, шарфтар, снуттар сіздің үйіңізге барады. Ең бастысы тапсырысты алдын ала берсеңіз, Ақмарал міндетті түрде салып жібереді. Яғни біздің осы бағдарламаға күнделікті тек үйде отыратын қыз-келіншектер, ер азаматтар ғана емес, шағын бизнесі бар, шағын орташа кәсібі бар жандарды шақырамыз. Қалай жасап жатқан өздеріңіз көріп отырсыздар. Ол да яғни сіздің қолыңыздан келеді ғой. Жарайды, түсінікті, әр адам енді өзінің жұмысы болады. Бірақ жұмыссыз отырған жандар қаншама? Жұмыс жоқ деп отырады. Соның барлығын жаңағыдай қол қусырып отырмай, қолдан келгенше көп ақша кетпейді ғой. Осындай бас киімдерді айтып отырсыз. Біреулер өзі тоқиды, ал сіз Ақмарал Ресейден тапсырыс бересіз. Мынандайларды тігіп, тоқып, неше түрлі сәндеп, қазір соны табыс көзіне айналдыруда. Оны неге жасап көрмеске? Ақмарал, иә? Иә, әрине жасап көріңіздер. Тек қана шапкалар емес, басқа нәрселер жасасаңыздар болады. Шеберлік сабақ өткізесіз бе? Өткіземін, әлі күнге дейін өткізем. Видео урок онлайн дейді ғой, короналарды нетем. Қазір енді уақытым аз болғаннан кейін,
тез жасап жіберіп жіберетін короналар да бар, оны уақыт жоқ, фотоға түсіріп, әдемілеп, видеоға түсіріп. Қыздар басқа қалалардан, Көкшетау қалалардан, Талдықорған қалалардан яғни мүмкіндік туып жатса, мүмкін видео арқылы сонда шеберлік сабақтарды өткізіп тұрасыз. Әрине, иә. Түсінікті. Рахмет. Міне, көрсетсеңіз болады. Біздің бас киіміміз дайын болды. Өздеріңіз байқағандай, міне. Әдемі Ақмарал Нұрланбекованың жасаған осындай жылтырағы жабыстырылған бас киім дайын бола келді. Көп рахмет сізге. Тек қана жұмысты бір көп болған жоқ қой, бір 2-3 жыл болған шығар осы тірлікпен айналысып жүргеніңізге. Сізге тек осы жұмысыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Иә, сатып алушыларыңыз осы біздің қанша елімізде қанша миллион халық бар, соның барлығы сізге тапсырыс берсін деп тілеймін. Әлі үлкен жоспарлар бар, сол үшін әлі бәрі алдыда деп ойлаймын. Иә, үлкен жоспарыңыз орындала берсін. Тек жақсылық тілеймін сізге. Көп рахмет келгеніңізге. Сәлден соң көптен күткен жаңа айдар бірге үйренеміз. Жетіген аспабында ойнауды қолға аламын дейтін көрермендерге арнадан алыс